Бәріңізге сәлем, құрметті қыз-келіншектер. Бүгін ягодный пирог жасаймыз. Ұнаса, міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Бірінші 2 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап ағарғанша араластыратын боламыз. Одан соң айранымызды құйып, оны да араластырып алатын боламыз. Ал одан кейін ерітілген сары майымызды құйып, оны да араластырамыз. Ал енді ұнымызға разрыхителімізді салып, араластырып, 3 бөлшекке бөліп, осылай қозғап араластырамыз. Осы кезде пирогтарыңыз жақсы көтерілетін болады. Осылай асықпай араластырып аламыз. Ал одан кейін ыдысымызға сары майымызды жағып, құямыз. Біркелкі қылып құйып аламыз. Одан соң жидектерімізді саламыз. Кез келген жидекті алсаңыздар болады. Енді 150 градуста 30 минут пісіреміз. Міне осындай болып шықты. Бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады, әсемдік үшін. Ас болсын.